Ақшамлар студияда мен Алиме Мустафаева чалышам күннің әсас вақайлары ақта тариф әтмеге азырмыз. Владимир Путин Русия Федерациясы Қавсызлық Шурасының азалары иле топлашуына кечірді. Оның девамында Русия аскерлері өзлеріні қараман кыбы көстергенлеріні ветінчлы әліні құртарғанларыны қайдетті. Әмде президент Украинадаки мақсус операция график бойынша алы барылғанны белгіледі. Все военнослужащие, раненые при проведении операции, также получат соответствующие выплаты. Имею в виду страховку и единовременное пособие за ранение, травму или контузию. Наш народ гордится своими вооруженными силами. Мы будем всегда помнить наших павших боевых товарищей. Сделаем все, чтобы поддержать их семьи, их детей, дать им образование, поддержать родных и близких. Русия Украин музакерелерінің екінші раунды девам ете оларақ Русияның Брест вилетінде кече. Русия етінің елбашчысы президентінің ярдымчысы Владимир Мединский етлерінің іштіракчилері музакеретуны башламаздан евел қол тұтышып сораштылар. Хатырлатан барынчы раунд февральның 28 күні кечкен еді. О күні музакере яқын 5 саат девам етті. Владимир Мединскийдің сөзлеріне көре, оларның девамында атулар тоқтатылуы да музакеретілді. Қырым елбашчысы ве Қырым Жұмхуреті Назирлер Шурасының хадимлері мақсус операция кетішатында яраланған Русия арби қызметчілері үшін қан тапшырдылар. Сергей Аксенов оларға сақлық шифат еледі. Ве қайдетті ки бұджан көңілден япылған әрекет ве ордунен халық бірлікте олғанны көстерудар. Ағыр вақытта әрбір мемлекетнің сакинлері бізім силалы құветлерімізге ве бізім президентімізге қол тұтмақ үшін бірлешелер. Бізім президентімізге ишанамыз, силалы құветлерімізге ишанамыз. Донбасс қачақлары үшін гуманитар ярдым топланылығы девам ете. Қырымда әнді 3 фура йоланылды. Юкнын умумик чекісі 60 тоннаны тешкілетті. Бірінші невбетте керек олған шейлер. Турмуш техникасы урба булар эпосы шымды ағыр вазиетке оқыраған адамлар үшін пек кереклі. Дауд Чахалов девам ете. Бірінші невбетте керек олған шейлер, урба, турмуш техникасы вечоқусы дигер шейлер. Бұлар эпосы первасыз қалмаған адамларының күчлерінен топланды. Фаал гражданлық ноқтайы назары саясінде 20 тонна юкеле бірінші фураны 4 суткадан аз вақытта топладылар. На самом деле это все появилось у самого в мысли, никаких сверстников на тот момент не было, которые занимались этим. Тогда это только все начало зарождаться. Волонтерская деятельность активна всегда в моей жизни. Бірінші невбетте керек олған шейлер, урба, турмуш техникасы вечоқусы дигер шейлер. Бұлар эпосы первасыз қалмаған адамларының күчлерінен топланды. Фаал гражданлық ноқтайы назары саясінде 20 тонна юкеле бірінші фураны 4 суткадан аз вақытта топладылар. Акция будет продолжаться до тех пор, пока будет в этом необходимость. Вот сколько будут беженцы из Донбасса, потерявшие свои дома и какие-то там средства к существованию, сколько они будут нуждаться в нашей помощи, столько мы будем помогать. И большая благодарность крымчанам за их отзывчивость и за то, что они откликаются, и за их неравнодушие. Ярдымға иш адамлары да қошулалар. Олар келекле малларны вешейлерні кетірелер. Қырымдан енді 3 фура йоланылды. Юкнын умумик чекісі 60 тоннаны тешкілетті. Гуманитар ярдым топланылығы Қырымда февральның 20 күні башланды. Истегенлер епсі Единая Россия фирқасының жемаат қабылханесіне яда Ахмеджитте яратылған 3 ноқтадан бірісіне мұражаат ете білелер. Единая Россия фирқасының 25 бөлігінден гуманитар ярдым кетірілген сон фуралар Ростов вилаетіне елға чықачақ. Анда Донбасс қачақлары вақытынша ерлешкен ноқталар чалыша. Дауд Чахалов, Виалим Сейдалиев, Миллет Ичун. Экі юк машинасы Қырымдан Херсон вилаетінің Геническ шәрінде яшаған сәкенлерге 14 тонн гуманитар юк еткізділер. Ерлі сәкенлер фураларны бошатмаға ярдым еттілер. Бір қачы yüз адам ең кереклі ашайтмалары, ұн, шекер, күрпелер, осымлік яғыны алмақ үшін небетке тізілділер. Дүкенлар ве апханелер бошап қалды. Шәрде атта бала ашық қалмады. Балалар үшін не мақсулат, не де памперслер. Бұ дүнияда тынчлық ве бір евде аман әсенлік олмасыны, балалар тоқ олмасыны істеген епісі қадынлар кібі русиялілерге сақ олыңыз дейміз. Геническ сәкенлері қырымлыларға иляч тарафтан ярдым етмеге режада бұлындылар. Херсон вилаетіне гуманитар рейслер мұнтазам олacak.
Олар гуманитар ярдым истегенлерінден ғайры келіп, біздің квартирамызны чекіп алдылар дегенлер бар. Башқалар өз балаларны тедавилеп олмайлар. Чөнки сағлық сақлап назерлігі ile аралары ярамай. Шымды олар бізлерні, Русиялилерні куртаржылар деп саялар. Эмиляч, эм бірінші невбетте керекли малларны еткізежеміз. Қырымда демир yol ve автобус бағы штат режимде çalışа туристлерінің оңайтлығы үшін тренлерінің сайысы арттырылды. Отеллер, шифаханелер ve дигер ерлешу васталары Қырымлылар ve ярмада мұсафірлері үшін март айы арфесінде ендіремлер теклif етелер. Туристик саан насыл çalışқанақта бізім левхамызны сейір етіңіз. Маргарита Иванова Кисловодск шерінден Қырымға ратланмаға келді. Демір yolны авиабағдан зияде бегене. Оңайтлы, мен екі тарафқа да тренге билет алдым. Андрей Никитин Краснодарға мұсафірлікке кете. Тренге билетлеріні эвелден алған еді. Мен ерлі адамым, мында яшайым. Бұл бір шей олмамына көре оңайтлы жадыр. Авиабақ тоқтап қалған сон Қырымдан учып олмаған туристлер тарафлама ярдым көстеріле. Қырымдан Русияның дегер регионларына қатнаған демір yol теркіплерінің сайысы арттырылды. Ерлешівге ендірімлер тап 50%-ға ете. Жүмхуриетінің мұсафырханелері ve пансионатлары бойле ярдым етелер. Қырымның туристик саасы тын шаман çalışа. Иш кете, біз соқдекі yüksek mevsimге hazırlanamыз. Амашымды раатлану ve шифалану için епс имканлар бар. Пек чоқ адам, біздің малюматымызға көре 20 бинге раатланыжы шымды ярымада территориясында бұлына. Ве яңы раатланғанлар шу жүмледен ичтимаи йоланмалар бойынша Москва кимиеті, Москва вилаяты бойынша бізге чоқ келелер. Умумен, Қырым раатланыжыларны қабыл етмеге азыр, ве мұнда раатланмақ үшін епс имканлар бар. Март байрамлары арфесінде отеллер ve шифаханелер Қырым сакинлері ve ярымада мұсафірлері үшін чешет ендірімлер ve теклифлер азырлайлар. Жүмхуриетінің курорт ve туризм назерлігінің ажиле бағы геже көндүз режимінде өз ішіні девам ете. Ярдым яда месле аталмаға істеген туристлер анда мураджаат ете білелер. Дауд Чахалов, Максим Голубев ve Алиса Меддинов, Миллет Ичун. Русия Федерациясының президенті Владимир Путиннің қарарына ве әрекетлеріне Қырым Жүмхуриеті елбашчысының месле атшысы Эрвин Мусаев қол тұтты. О Украинада кечірілген махсус операцияны мечбури чаре деп адлады. О емде бұл қарар Жүмхуриетінің хавсызлығыны ве инкешафыны темин етежегінде емин. Қырым президентімізге насыл қол тұтқанны көреміз, чүнки 2014 сене обызым хавсызлығымызны кележегімізні темин етті. Қырым гуледі әнді чоқыс объектлер инфраструктура құрылды. Бізім ярмадамызның инкешаф yolu айрылып тұра. Қырым Жүмхуриеті Девлет Журасының мебусы Иван Шонус да президентінің сәсетіне қол тұта. Оның сөзлеріне көре Русиялі арби қызметшілерге шымды кедер етмек мүмкін дегіл. Чүнки операция кечірілуінің эсас вазифесі тынч сәкенлерінің яшайшыны құртармақтар. НАТО ордулары бұ не демек, біз епіміз олар де-факто чоқтан берлі Украина территориясында ерлешкенні яқшы білеміз. Бұ ақта әмдечеші тиля кетірілувлері хабер ете. Бұ оқув мерkezлері ве полигонлар, оларда протоколлар бойынша НАТО аскерлері, Украина аскерлері тасил алайдылер. Арби қызметшілер бұ тізілген фарпост әршей пек жеддейве бұлар епісі Донбасс сәкенлеріне ұжым етмек үшін. Қалған ақыбетлер ве атта Русияге кетіріле білген зарар ақта тұшынмеге білей істейміз. Ашайт мақсулатларының фиятлары бойынша чықыш мониторинг ақмежетте кечірілді. Бұл іштимай жеттен мұйым сайылған ассортимент жедвеліне кірген маллар олды. Тедбірна Қырым Жүмхуриетінің санайы сиясеті назерлігі тешкілетті. Ашайт малларының фиятлары көтерілді ма, жоқ ма? Бұл ақталине бешівлі тариф етежек. Күндіз саатыны супермаркетнің ішінде адам чоқ. Андрей Кравченко түйханға суд мақсулатларыны алмаға келді. Шымдығы вақытта фиятлар артмай. Эбеллері насыл олса ойле, белки бір-екі күміш көтерілгендір. Мисал оларақ мұна кеферге. Умумен есе шымдылық палылышмады. Қырым санайы сиясеті назерлігінің веккелері Ахмеджет супермаркетінде тижарет хайнаған заман бейда олдылар. Назирның муавені Ирина Мезовцова комиссия елбашчылығында ичтимаи жеттен мойым маларының
файларыны тышкере. Тижари ағлар ве Қырым Жумхуриеті Назирлер Шурасы бір-бірімізні аңлав бойынша меморандум тізілген еді. Анда олар тижари фиатқа қошма параны 5%-дан зияде қошмамақны бойнына алдылар. Бұл іштимаи жеттен мұйым сайылған ашайтмалары бойынша. Біз бұны бақамыз, бізде епсі весиқалар бар ве бұл епсі жидзи шекілде контроль етіле. Дүкенда бештақталар толу, тазе хухулы өтмек. Бұнсын ич бір хорантада софра башыны отырулмай. Іштимаи өтмекнің фияты 20 уч. Себзеватны да хырымлылар, элверешлі фиятлар иле ала білелер. Іштимаи жеттен мұйым сайылған маллар жедвеліне чешет күрпелер кіре. Мисалылара хырым перловкасының 1 килосы 41 рубле тура. Манка 49 рубле. Бұты всие етірген фиятлардан ашмай. Ту сүсімлік яғы тавух емірталары. Халабалық йох ашайтмалары етірлі дәрежеде. Бұны супермаркетнің мұдыры хайт еті. Рухи жеттен біз бұңа азыр едік, амма сатқанымызға ве мұна шымды қалған мақсулатларға бақа көре айта білеміз ке ажиотаж деген шей жоқ. Белки еркес ойле олыр деп беклегендір, амма ойле шей жоқ. Қалған маллар етерлі. Еркін бізге мақсулат келе, эвелері насыл келсе ойледі келе. Дарқадычы меркезден ве тышқы сатыжылардан. Бір чешет бойынша шей толы. Хрымда 6,5 бин ашай тюкені бар. Жумхуриетімізде малар хытлығы üçün ве фиетлар артырылығы üçün іч бір объектив себеп жоқ. Зедеджи сатын алулар бар. Біз қайдеттік ки мартның бірінші күні үйлеге яқын қарабоғда, яни гречка, пырныч, шекер ве осымлік яғы чоқча алынып башланды. Ич бір еттішмемезлік yok. Аңлаштылар ки не қадар чоқ алынса, о қадар чоқ сатмақ керек. Бойле тедбірлер күн кечірілі. Иштимаи жеттен мойы мақсулат бойынша тефсие етілген фиятлар жедвеленен Қырым Жумхуриетінің санаи сиясет назирлігі сайтында танышылмақ мүмкін. О әрақтайын артыла. Лениебішевлі Дмитрий Низовой, милеті чун. Ярамадамызда қойларының ескіден қалған Романовская пародасы бақыла. Ерлі қойларымыз бұ ашайтмаларының қиметлі мен басыдыр. Олар суд ве ет бере. Оларны дүнияжа күрк терісі үшін ең яқшы деп саялар. Бұндан да ғайры тез чоқлашалар. Қырымда бойле қойлар ішкі районның Аблеш көндекі фермада бақыла. Оны Сургут шерінден келген әділеже яратты. Бұл Ақталин Узабырситованың репортажы. Приехал с Ханты-Мансийск. Ханты-Мансийск Мухтар округындан келдім. Зенатымы профиль деген шейні деңіштірмеге қарар. Алдым весиқалардан бездім. Кой хожалығына урындым. Япы бақайым дедім. Белкі бір шей олур. Ви олды. Муафақиетлі адлиеджі фермачыға чевірілді. Мұна бойлы екайы. Китапларда язылғаны кебі. Енді Александр Сабадин қой ве қозулар ақты ершейні біле. Башында Қырымның қой хожалығы ярдым етті. Яқын 4,5 миллион рубле айван асыравжылыққа дестек оларақ берілді. Шымды оның 1700 баш қойы бар. Емде ерлі Романов пародасындан. Ве иш бұнен бітмей. Пока вы тут как бы работали, мы вот с Ириной Владимировной вот только... Сіз мұнда çalışқан вақыт бір қозы доғды, бір онда қайвелсі. Елның башындан берлейсе 300-ге яқын қозы дүнияға келді. Ерлі қойлар бұ ашайтмаларының қиметлі мен басыдыр. Олар суд ве ет бере. Оларны дүнияда күрк терісі үшін ең яқшы деп саялар. Бұндан да ғайры тез чоқлашалар. Ерлі қойларны шетел пародалар иле қачыралар. Бушарали, Мериналанд, Лакон, Илде Франский білері. Яңы Қырым пародасы чықарылмасы да мүмкін. В 2020 году, который... 20 сене Шароле ве Мериналанд пародаларындан бізде қозулар доғды. Ырғачыларыны қалдырдық, енді оларны Францыз Илде Франц иле қачырдық. Енді қозулайлар, емде қозулары бұйық доғыла. Қойлар қапалы ерде бақыла, оларны сабақ шам тамам шу ерде ашаталар. Қозуларға суд беріле. Бұйыклерге пычен ем ве мысыр боғдай. Айванларны еді кіші бақа. Бұ етерлі. Бұндан зияде керек дегіл. Айванлар арсыз дегіллер. Ем sıcаққа, ем суыққа даяналар. Бұ қозычықны ады Миша. О 1,5 ай евелсі доғды. Ве хадимлерінің айтқанына көре, о пек мераметлі. Ве адамларны пек севе. Қырымда қой асыравжылығы яқшы инкишаф ете. Фермачыларға Жумхуриетнің қой хожалығын әзірлігі ярдым қолыны ұзата. Тек істек олсын. Грант ве субсидия паралары вақыт бар.
В этом году эта поддержка составляет порядка 512 миллионов. Бу сене бойле дестек 512 миллион рублена тешкелете чешет юнелишлер боюнча. Айванларның сайсы арттырылуына, сүт истисал етілуіне чешет пародалы яш айванлар сатын алынуына, юн истисалын пара айрыла. Ферма хожалығының келечекке планлары буюк. Қой башларының сайысыны 5000-ге еткізмек ве Русиеде рақып ола білген муэсисе олмақ. Лену Запорсиетова, Артур Чалый, Милет үшін Ички районы. Ақмешітте терен ерлештірілген канализацион коллекторның құрыжылығы 62%-ға екінленді. Ек девлет программасы черчевесінде әмелге кечірле. Контракт бойынша тыш қызметші епсі ішлеріні 2023 сене екінлемек керек. Бұақта бізім Лев Хамас. Қырым пайтақтында Ленина соқағында мавы деварлар тұра, ама іч бір бина құрылмай. Бұ келечек коллекторның шахталары. Бұ ерде машиналар вешчілер чалышалар. Сергей Воронцов бұ районда 40 елдан зияды яшай. Ахмежит Сакина айтаки коллектор чоқысы меселелерні чезер. Бізді сув меселесі іч бір вақыт олмай. Занымжа бізді канализация әлінің сувнентімеленовы яқшы жачылышадях. Бүгінгі күнде умумий 17 километрден 13 енді кечілді. Ішчілер шер мерkezінден сарайлы қият қойынне жатанелер яраттылар. Мында енді ротор век өчіріджі комплексы ерлештірілді. Тоннелерінің километрлері яны канализацион коллекторға автоматик шекілде çalışkan комплекске yol açtı. На данном объекте проходит... Бұ объектны комплекс иле кечеміз. Микротоннелирование деген васта иле. Бұ қысым 210 километрден ибарет. Бұ вақытта кечув екінленді. Бүгін қылған хабул еткен ой қалға чықты. Işçiler ende 34 şahtаны монтаж еттілер. Оларның алтысында ішлер толысынен екінленді. 4 абаданлыштырылу ішлері ичон азыр. Белли олғанына көре, Ахмеджит территориясында веомумен жумхуриетті, оның әпісі шерлерінде канализация иле бұйық меселе тұра. Вешімдікі вақытта уникаль сайла. О районларға қызмет етедек. Бұ коллектор яны Сарабуз койының иншатларына доғыртыла. Илеріде олар реконструкция етіледек. Канализацион коллекторның құрыжылығы 2020 сенесі башланған еді. Ишлерінің фияты 11 миллиард рубле. Олар 2023 сене сентябрь айында сонына келечек. Сусана Садыкова, Алиса Мединов, Милет үшін. Коронавирус кері қайта амашлама девам ете. 127 ашлама нұқтасы Қырымда оз ішіні девам ете. Тіпі тешкілетларда коронавирустан 200 бенден зияде доза вакцина бар. Ашылар япылығы тезлігі ақында небеті келев хамызны теклif етеміз. Ашылама белкі кібі коронавирусқа қаршы тұрмақның ән күчлі ұсылыдыр. Бұны ашылама кабинеті үгінде тізілген небетлер көстере. Александр Верясов әнді үшінші кері ашы яптыра. Байлашаки оның яқынларындан әркес ашы яптырды. Әм тұмғанлары, әмде достлары. Апайым пек хасталанды. Қызым ашы алды, оғлым да яптырды. Коллектив иммунитетке ирешеміз. Қырымда коронавирустан ашыламанын севесі 78%-ға етті. 7-ші поликлиникада бір күнде 100-ге яқын адамға ашы япыла. Келгенлерінің ашы фарқлы 20-ден 80 яшқаде. Шымдыки вақытта файл шекелде ревакцинация кетті. Шымды біз коллективлернен ішімізні ғайрыдан түшкілетеміз. Бұ бізде ашы алғанлар. Олар әнді ревакцинациядан кечмек кереклер. Хусусан 60 яшны өткенлер. Умумен Жумхриетті 127 ашалама ноқтасы чалыша. Сәкелер вакцинанын учешінден біріні сечіп яптыра білелер. Поликлиникада ковидтен вакцинанын уч чешіті бар. Бұ ковиквак, гамковиквак, эпивак. Әрше етірле. Адамлар келейлер вяшы яптыралар. Бүгінгі күнде бірінші санчыны яқын 1 миллион қырымлы яптырды. Осмірлерге де ашы япылығы башланды. Әнді бінден зиедісі бойле басамақтан атладылар. Вакцинация тезлігі бізде баяғы әскілді. Ама бұ әмді чоқ адам ашы алғанына да бағлы. Бұ шымды. Бұ сынырлануыларына алып ташламаға істегенде пек мұйым. Тежірейі меркезге QR-кодсыз кіріш вейліахре. Әлі үшін диспансеризация ве профосмотр деген шелерні açmaға ниетленеміз. Қырымда вакцина хытлығы дойулмай. Әркім ашы яптыра біле. Линье бішівляйді Абкеримова, Алим Сейдалиев, Дмитрий Низовой, Милет үшін. Шымдықы сатқа бойы психоберлер Милет телеканалдан айрылманы сағлық нен қалыныз.